Сәлеметсіздер ме? Бұл HTML CSS сабақтарының 29-шы бөлімі. Бүгінгі бөлімде біз мынау мен-жайлының аяқтайтын боламыз. Мынау бөлікті істеу керек. И енді біз бастайық. Оны істеу үшін бізде негізі ол бөлім мынау бөлімге ұқсас. Қазір соны алып көрейік. Қай жері өсті? Кәсіпқой специалист. Кәсіпқой фотограф. Мына жерді алып көреміз ау деймін. Копировать. Мынаның астына вставить етіп көрейік. Осы кезде осылай болады да. Мынаны біз былай істесек болады. Мынау бөлімді, то есть мына жерді копировать еткенде астына түсіре салсақ болады мына жаққа. Енді осы кезде міне мынандай бөлік болады, яғни мына жағына айналады. Біз мына жерге просто мынандай бір суретті қоя салу керек. Одан да unsplash-тен. Girl дей салайық. Қыздың суреті ойдың. Бәрібір негізі кез келген сурет таңдайсақ болады. Бірақ лучше андай төрт бұрышқа сәлде болсын жақын бір сурет таңдайық. Мынаны басып. Download medium керек. Бізге өте үлкен размер керек жоқ. Мынаны переименовать. Там author 02 дей салайық. Осыны копировать етіп, мына суреттердің ішіне лақтырамыз. Images-тің. Reveal in File Explorer. Images и вставить етемін author 02-ні. Одан кейін бізге енді осыны осы жерде ашу керек. 0.2. Пока бәрі дұрыс келе жатыр ау деймін. Енді мына бөлігіне мынандай текст копировать ставить етіп қою керек. Copy as text дейміз де. Бізге мыналарды өшіре салу керек же. Мынаның ішкі бөлігін. Мына жерде бір span дейміз де. Осының ішіне вставить етеміз. Beautify файл деп әдемі ғып жазып жібереміз. Пока бәрі нормально, бірақ мына жерде лучше бітеміз ау деймін. Мынаны span емес, p деген, яғни параграфтың ішіне салу керек секілді. Одан кейін мынау әрбір нені жеке-жеке параграфтың ішіне салып өтеміз. Яғни мынаны лучше мыналарды өшіре салайық. Бастан бастап. Бізде мені p деген класс болады. Осының ішіне мынаны лақтыру керек. Потом тағы да p деген тег, то есть класс емес, p деген тег. Мынаны копировать етіп, осының ішіне лақтырамыз. Копировать еткенде жылтасақ болады. Beautify файлмен туралап жібереміз де. Дальше тағы да осылай жаңағыдегі әрекеттерді қайталаймыз. P. Осы кезде сәлде болсын нормальный текст болу керек мені. Beautify файл. Енді мына жерде мынандай нәрсе тұрды. Біз author info дейміз да. Осы жерге тағы да бір класс давать етіп жіберейік.
Так, author bio деп па, яғни биография деген секілді мағынаны білдіреді. Бірақ енді мына жерде биография емес қой, бірақ сонда да лучше осылай класс бере салайық. И mainның ішіне барамыз да, и біз мына жақта мынау автор line, автор full name, автор info деген жерлерге енді author bio деген класс береміз. Так, background red деп көрейік, пока қазір не болып жатқанын көру үшін. Так, дұрыс. И padding left 0 дейміз. Жоқ, негізі 5% тұра берген дұрыс секілді. И осының ішіне енді біз жазуымыз керек text align right деп, чтобы тексттерді оң жаққа жабыстырып қою үшін. И мына жерде padding дегенге мынаны бүйте салсақ болады. Хотя нет, бүйте салған дұрыс, лучше padding right болады, бір 15 пиксель деп па. Енді мына артында қызыл түсті алып тастайық. Так, вроде нормально секілді. Бірақ қазір адаптивныйда бычыт болады. Так, мынау адаптивный кезінде жойылып кетеді, өйткені мынау немен бірге. Біз осыны жойылып кетпеу үшін былай көрейік қазір. Так, author info дегенді поискпен тауып аламыз. Так, author info. Жоқ, автор info емес, автор деген тег керек бізге именно. Так. Hate initial, так, about hero display none деген жер тұр екен. Ол қай жерде? Так. Бізде мынаның кесірінен жойылып кетіп отыр. Қазір мынаны алып тастасақ не болады екен? Так, ешқандай өзгеріс жоқ. Так, енді нормально. Енді осындай кезде бит жерсек болады. Call. Бізге мына екі классыға беруіміз керек қой. Call 12 болып тұрады да, постоянно. И одан кейін бізге call MD-дан бастап 6-ға қойып жібереміз. Сол кезде кәдімгі кішірейтіп көрейік экранды. Так, а что неге бұлай бүйтпей жатыр? Так, автор инфода, может быть, бір классқа біз дұрыс нәрсе бермеген шығармыз, қазір көрейік. Так, автор info with. Мына жақта біз оған постоянно не беріп қойыппыз ғой. Мына with деп тастайықшы, не болады? Так, with'ді не үшін қойғанын түсінбедім ше, мына жерде может быть біз басында 50% беріп, кейін мынандай call MD қылып жазғанбыз ба? Call MD емес, call LG-дан бастап істей салайық лучше. Сол кезде міне мынандай болады. Аха. Так, енді бәрі дұрыс секілді. И мына жерде мынандай не бар? Так. Call так. Author bio дегенді біз 992 пиксельдің ішіне бит жазуымыз керек.
outer bio text align. Жоқ. Иә, дұрыс. Осы жерге text align оң жақ деп жазуымыз керек та, яғни оң жаққа кетіру үшін ше текстті. Бірақ біз мынау автор бионы бірақ бастапқысында біз оған ешқандай не бермеуіміз керек. Яғни мынандай text align дегенге. Кәне тексеріп көрейік, сол кезде не болатын. Так, міне пока ешқандай разница жоқ. И кішірейген кезде текстіміз мынандайға айналады. Міне сол кезде бәрі дұрыс секілді. Так, міне мобильный версияда былайынан көрінеді. И болды. Осымен мына Minjail деген страницаны осымен аяқтадық уже. Енді келесі сабақта мынау бетті бастау керек. Мына суретті мен тұратыңыздар, мына сурет екен ғой. Так, нормально, пока осы бүгіндікке осымен аяқтаймыз. Осы видеомен мынамен аяқтаймыз да, келесіде уже мынау байланысты істейміз, сонымен уже бітеді екен, сонымен барлық сайтымыз. Сау